Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда үй жағдайында тез және оңай жасалатын, қолжетімді заттармен жасалатын котлет түрімен бөліскім келеді. Міндетті түрде видеоны көрместен бұрын тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге алдымен сиыр еті қажет, және бір жұмыртқа, және картошка, және пияз қажет. Бұл жерде қарапайым болғандықтан картошканы сәл көбірек қостым, ол еш нәрсе де етпейді. Фарштың үстіне картошканы, пиязды теркадан немесе блендердан өткізіп, оның үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап тұз, бұрыш дәміне қарай қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін котлеттерімізді формаға келтіріп, майланған листімізға тізіп шығамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін 30 минутқа 200 градусқа духовкаға пісіріп аламыз. Қасына кез келген гарнир ұсынсаңыз болады. Өте дәмді және оңай және басы тез уақытыңызды үнемдейтіндей болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де лайк басуды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген видео рецепттер бар, салаттар, тағамдар түрлері, неше түрлі торт, пирог түрлеріне шейін бар. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.